Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұрлайым. Бүгін сіздерге атақты корей тағамы пигоди рецептімен бөлісемін. Менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ең бірінші тестамызды дайындап аламыз, яғни қамырымызды ашытып аламыз. Ол үшін таза ыдысқа қайнаған жылы суымызды құйып, дәміне қарай тұзын салып, ашытқымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге 20-30 минутқа қалдырамыз. Қамыры дайын болғанша, енді салмасын дайындап аламыз. Бірінші орам жапырағымызды алып, өзіміздің қалауымызша турап, тұзбен араластырып қоямыз. Одан кейін қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, тартылған етімізді саламыз. Етімізді кішкене қуырып алғаннан кейін оның үстіне пиязды саламыз. Ет пен пияз қуырылғаннан кейін дәміне қарай тұз қосамыз. Баяу отта қуырылған ет пен пияздың үстіне енді орам жапырақты қосып қуырамыз. Қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Енді томат қосып салмамызды баяу отта қуырып аламыз. Мінекей біздің салмамыз дайын. Мінекей біздің қамырымыз да дайын. Енді дайын болған қамырымызды ұсақ бөліктерге бөліп аламыз. Қамырымызды оқтаменен жұқалап жайып алып, оның үстіне салмамызды салып, қалауыңызша түйіп шықсаңыз болады. Пигодиді қалай түйгенімді сіздерге жақынырақ көрсетейін. Мінекей дәл видеодағыдай етіп жасайсыз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыз, пигоди өте жұмсақ және де дәмі керемет болып шығады. Мантаваркаға салып 30-35 минутта пісіріп аласыз. Мінекей біздің пигоди дайын болды. Кез келген корей салатымен майонез кетчуп жағып жесеңіз болады. Мінекей қараңыз, қамыры толықтай піскен, жұмсақ, салмасы да толықтай піскен. Дәмі енді керемет, супер. Сөзбен жеткізе алмаймын. Сізге де жасауға кеңес беремін.